Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет, дәмді болып шығатын осындай құлпынай тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен осындай сүтімізге сары майымызды салып, сары майымыз ерігенше қыздырып алатын боламыз. Ол қызам дегенше жұмыртқамызға аз мөлшерден қантымызды салып 2 есе ұлғайғанша миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға разрыхителімізді салып араластырып дайындап қоямыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Міне сары майымыз еріді. Құрғақ ингредиенттерімізді осылай 3 бөлікке бөліп, сүтімізбен ерітілген сары майымызды бірге осылайынан араластырып алатын боламыз. Бәрін бірден салмаймыз. Бәрін бірден салсаңыздар, бисквиттарыңыз көтерілмей қалады. Сондықтан осылай бөліктерге бөліп салғандарыңыз дұрыс. Ұнымызды және сүтімізбен жаңағы ерітілген сары майымыз бірге осылайынан құйып отырамыз. Дәл видеодағыдай. Енді құлпынайымызды майда көбіктерге бөлетін боламыз, торап. Оның үстіне кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, осы дайын болған тестамызға салып, 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде піскендігін ағаш таяқшамен тексереміз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз осы уақытта. Міне осылайынан крахмалымызды құлпынайды араластырып бірге тестамызға салатын боламыз. Мен 22-лік 2 формада пісіретін боламын. Маған солай ыңғайлы. Сіздер барлығын бірге салсаңыздар да әдемі шығады. Менің коржым дайын болды. Міндетті түрде суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін барып кесеміз. Сонда бисквиттеріңіз үгітілмейді, шашылмайды, әдемі болып шығады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне сливкиімізді 33%, творожный сырымызды және сахарный пудрамызды салып, осылайынан мен барлығын бірге араластырып шығамын. Бұл кремнің қалай жасалу жолы менде YouTube каналымда арнайы бар. Соған кіріп қарасаңыздар болады. Міне креміміз дайын.
Енді корждарымызды жинаймыз. Алғашқы коржымызды қойып, үстіне кремімізді жағып, оның үстіне осылай аз мөлшерде клубникаларымызды салып, келесі коржымызды қойып, дәл солайынан қайталаймыз. Солай корждарымызды жинап шығамыз. Корждарымыз міндетті түрде суыған болу керек. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Тортымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ұнап жатса лайк басып тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Тағы қандай рецепттер күтесіздер, жаза қалдырыңыздар оны да. Міне менің тортым осылай шықты. Бізге ас болсын, сіздерге сәттілік тілеймін. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.